Сахаба Біләл ибн Рабах. Қазір барлық мұсылмандардан пайғамбарға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ең жақын адам болған кім десе, әрине Айша анамызды, немесе оның әкесі Әбу Бәкір Сыддықты айтады. Расында да солай. Ол кісілер ардақты пайғамбарға, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ең жақын адам болғандығында дау жоқ. Бірақ сахабалардың ішінде пайғамбарымызды, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, жүрегімен шынайы жақсы көргендердің арасында Біләл ибн Рабах бар еді. Ол мұсылман қауымының алғашқы азаншысы. Қақ дінді қабылдап, Алла жолындағы күресі үшін талай қиындыққа душар болған сахаба. Оның пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын деген махаббаты мен пайғамбардың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, оған деген махаббаты бір ғажап еді. Хижра жыл санауы бойынша 11-ші жылы бүкіл мұсылманның басына қайғы келді. Ардақты пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, дүниеден озып, барлық Мәдина халқы қара жамылды. Мұндай суық хабарды естіген Осман ибн Аффанның өзі бір орнында тұрып қалып, дене мүшесі істемей қалады. Бүкіл мұсылмандар шулап, жылай бастайды. Оның ішінде Біләл ибн Рабах бар еді. Алла елшісінің кетуі, оның жүрегіне өмірдің қайнары күннің сөнуінен де ауыр тиді. Өйткені Мәдинаның әр тасы мен топырағы оның есіне Аллах елшісін түсіретін. Сол тұстағы халифа Әзірет Әбу Бәкірден Біләл басқа жаққа кетуге рұқсат сұрады. Әбу Бәкірге барып, «Ей Аллах елшісінің халифасы, мен пайғамбарымыздың мүміннің ең хайырлы ісі Аллах жолындағы жихады дегенін естіген едім. Мен де өле-өлгенше Алла жолында жанымды пида еткім келеді» деді. Әбу Бәкір болса, «Ей Біләл, бізге кім азан шақырады» дегенде, Біләл оған Алла разы болсын көз жасына ерік беріп, «Мен Алла елшісінен кейін ешкімге азан шақыра алмаймын» деді. Біләлдің алысқа кеткенін қаламай, қанша жібермеуге тырысса да, Хазірет Біләл, «Уа Әбу Бәкір, рас, сен мені құлдықтан құтқардың. Егер мені өзің үшін азат еткен болсаң, онда алып қал. Ал егер Аллахтың разылығын көздеп сатып алған болсаң, еркіме жібер» деді. Әбу Бәкір оған Алла разы болсын рұқсат берген соң, Біләл Хабаши Шамға барып, ислам туын көкке көтеріп, бірнеше соғысқа қатысты. Шамда жүрген кезінде бір түс көріп, Мәдинаға келді. Пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, қабірінің қасында Хазірет Хасан мен Хусейнді кездестіріп, Аллахтың сүйікті елшісімен, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, бірге өткізген тәтті күндерін еске алды. Әлемдердің падишасы, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, дүниеден озғаннан соң Мәдинада азан шақырмаған еді. Ғаламның рахым нұрынан кейін, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, азан шақыруға тағаты да жетпеді. Өйткені азандағы Мұхаммедтің Аллах елшісі екендігіне куәлік етемін деген сөйлемді айта алмай іркіліп қалатын. Даусы шықпай, көз жасына булығып, аяқтарының буыны босап кете баратын. Пайғамбарымыздың «Менің дүниеде иіскеген екі райханым» деген немерелері Хасан мен Хусейннің өтінішінен кейін соңғы рет Мәдинада азан шақыруға бел буды. Көзін көкке қадап тұрып, бүкіл жан дүниесімен тебіренте азан шақырды. Бүкіл Мәдинада Аллах елшісіне, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын деген сағынышты жаңғыртты. Ел түгел көшеге шықты. Аллах Расулының нұрлы өмірін көз алдарына елестетіп, бәрінің ет жүрегі елжіреп, егіліп жылады. Пайғамбарымыз қайта тіріліп келіп, Біләлге азан шақыртқандай болды. Сол күні көзіне жас алып, иығы селкілдемеген тірі жан қалмады. Қандай иман, таңғаларлық сүйіспеншілік,
адамзат тарихында мұншама сүйіспеншілікке Хазірет Мұхаммедтей оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын ешкім бөленбеген.